Құран кәрім Аллах тағаланың шексіз рақымдылығының асыл айғағындай болған жаратқанның ең соңғы қасиетті кітабы Құран кәрім. Бүкіл мұсылман жұртының жан сарайының шуағы мен тіршіліктегі темір қазығына айналған қасиетті Құран кәрім 610 жылы Жайбірейіл періште арқылы бүкіл адамзатқа жіберілген соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям түсіріле бастады. Құранның алғашқы аяттары Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям 610 жылы Рамазан айында Хира өңірінде ұлы жаратушыға мінәжат үшін барғанында нәзіл болғаны баршамызға белгілі. Алғашқы түскен аят Алақ сүресінің бастапқы 5 аяты еді. Содан бастап 23 жыл ішінде Құранның барлық аяттары рет-ретмен түсіп бітті. Құран аяттарының сөзінің өзіндік ерекшеліктері бар. Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям кейбір аяттар бірде ұзақ болып түссе, кейбірде қысқа, кейде сүренің толығы түсетін. Құран кәрімге Құран деп Аллахтың өзі ат берген. Шын мәнінде ол ардақты Құран. Уақиға сүресі. Құран атауымен қатар Китап, Фурқан, Кәләмуллах, Хақ секілді атаулар да қолданыста кездеседі. Бұл атаулардың өзін және де өзге де Құранға қатысты атауларды Құранның ішінде көптеп кездестіруге болады. Құран кәрім соңғы иләхи кітап, әрі алдыңғы иләхи кітаптардың барлығының бір жаратушы тарапынан түсірілгендігін растайды. Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол тірі, толық меңгеруші. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Аллахтан саған алдыңғыдағыны растаушы Құранды шындық бойынша түсірді. Бұның алдында Тәурат пен Інжілді түсірді. Әли Имран сүресі. Құран аяттары негізінен белгілі бір оқиғаға, яки сұралған сұрақ пен тілек дұғаларға немесе шешімі қиын кезеңдерде тура жол нұсқап мәселенің ақиқатын білдіру мақсатында Аллах тағала тарапынан уахи арқылы түсірілген. Сондықтан Құранның тәпсірі жазылатын аяттарға түсініктеме берген кезде міндетті түрде оның түсу себебін негізге ала отырып, сол аят тұрғысында жан-жақты терең мағлұматқа ие болу шарт. Онсыз аяттағы айтылған үкім мен мақсат түсініксіз болып, басқа ұғымға қолданылып кетуі әбден мүмкін. Ал оның нәтижесі күрделі пікір қайшылықтарының туына алып келеді. Ислам тарихын парақтасақ, Аллах тағаланың пайғамбарларды үнемі елдің азғындаған көпірлік етек алған тұста жіберілгендігін байқаймыз. Ал пайғамбарлар болса, ел арасында жайлаған жаңсақ пікірлерді таралған түрлі қисынсыз әдеттер мен әдепсіздіктерді реттеуде соларға қарсы мұғжизалар көрсетіп, Аллахтың шексіз құдірет иесі әрі өзінің шынайы пайғамбар екендігін дәлелдеген. Пайғамбарымыз бір хадисінде әрбір пайғамбарға өз замандағы адамдарды сендіру үшін бір мұғжиза берілген. Маған мұғжиза ретінде берілген нәрсе тек Аллахтың маған уақи еткені ғана. Бұхари. Мысалы, Хазіреті Мұса алейхиссалям Фирғауын және оның еліне пайғамбарлар болып жіберілген кезде мысырлықтар арасында сиқыршылық етек жайған еді. Мысырлықтар сиқыршылар қандай бір жіп, арқан секілді нәрседен жылан жасайтын. Міне, сонда сиқырлық жайлаған елде Хазіреті Мұса елші болып келісімен үлкен мұғжиза көрсетеді. Фирғауынның сиқыршылығымен үлкен бір алаңда кездесіп күш сынаспақ болады. Хазіреті Мұса Аллахтың құдіретімен қолындағы аса таяғын жерге тастаған кезде үлкен айдаһарға айналып, сиқыршылардың жіптен арқаннан жасаған жыландарын бірақ жұтып жиылған елді тамаша қалдырған. Бұрын соңды мұндай жайтпен кездеспеген сиқыршылар Аллахтың құдіретіне бас иіп, Хазіреті Мұса пайғамбарға иман етеді. Яғни, шарықтау шегіне жеткен сиқыршылықтың өзі Аллахтың құдіретінің аясында түкке тұрғысыз құбылыс екендігін Хазіреті Мұса пайғамбар осылайша дәлелдеді. Ал Хазіреті Иса пайғамбарымыз тұсы емшіліктің көптеп тарауына деп келетіні белгілі. Ол кезеңде ел арасында түрлі ауруларға қарсы ем-дом шаралары молынан жүріп жатады. Хазіреті Иса пайғамбар өзінің пайғамбарлығын, Аллахтың хақ екендігін дәлелдеу үшін түрлі мұғжизалар көрсетеді. Сол мұғжизалардың ең үлкені өлген адамды қайта тірілту, көзі көрмейтін соқырлардың жанарын ашу. Сол кездегі аса қауіпті алапес ауруына ұшырағандарды емдеуін бөлек жары айтуға болады. Сөйтіп, адамдарға Аллах тағаланың шексіз құдірет иесі екендігін дәлелдейді. Осыған ұқсас мұғжизалардан мақсат
ел арасындағы емшілердің қаншалықты күшті болғанымен өлген адамды тірілтуге яки соқыр адамды жарық дүниемен қайта қауыштыруына дәрменсіз екендігін мойындау еді. Солай болды да Хазіреті Исаның хақ пайғамбар екендігін лек-легімен мойындауға көшкенде яһудилердің қастандығының салдарынан пайғамбарлық мерзімі небәрі 3-ақ жылға созылады. Ал Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям болса сол кездегі араб еліне Құранды таблиғ етумен теңдессіз үлкен мұғжиза жасады. Жоғарыда хадисте келтіргендей, Хазіреті пайғамбарымыздың мұғжизасын Құран еді. Жахилиет дәуірінің арабтары мәнерлеп сөйлеумен, әдеби көркем сөйлеуде шешендік пен өлең айтуда алдарына жан салмайтын. Суырып салма ақындар, сарай шайырлары, сатирик ақындар, мадақ ақындар секілді ақындар қатары өте көп туған. Қала берсе ақындармен екі тайпа жарысып, жеңілген тайпа ызасын соғысып кететін, немесе қандай да бір дауды ақындар бір ауыз шумақпен шешіп беретін. Өз руынан шыққан ақынның сайыста жеңілуі бүкіл ру үшін өліммен тең еді. Жыл сайын араб өлкесіндегі ақындардың ірі-ірі жыр сайыстары болып тұрды. Мұндай аламан өлең жарыстар халық көп жиналатын жәрмеңкелерде, әсіресе Оқаз жәрмеңкесінде өтетін. Сондай жарыстардан жүлде алған әйгілі ақындардың өлеңдері қымбат матанмен тасталып, сыртына алтын жалатылып, іліп қою үрдісі қалыптасты. Араб әдебиетінде мұндай ақындарды муаллақа ақындары деп атады. Мұндай атақ даңққа ие болған 7 ақынның есімі белгілі. Бұлардың соңғысы Ләбит есімді ақын Құран кәрімдегі Бақара және Әлі Имран сүрелерін естіген кезде, бұдан кейін маған өлең жазу ұят болады деп Құранның алдында еріксіз бас иген екен. Аллахтың кереметі, ақынмен мақтанатын араб халқына Құран түсіп, ауыздарына құм құйылғандай жұмған ауыздарын аштырмай тастайды. Өйткені Құран әрі айтылуы жағынан, әрі мағына жағынан таңғажайып кереметке бергісіз құбылыс болатын. Құран аяттары өлеңге мүлде ұқсамайтын, аңызға, ертегіге, қара сөзге де мүлде келмейтін мағынаға ие болды. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Құран аяттарын алғаш үйреткенде жерлестері Құранды келеке етіп қала берді. Құран аяттарын Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям өзі ойдан құрастырып айтады, және ондайды біз ақындарымыз да шығара алады деген сандырақтарға жол берді. Иә, Құранға жасалған мұндай әдепсіздікке қарсы Аллах тағала былай деп аят түсіреді. Мұхаммед, егер адамдар мен жындар осы Құранның ұқсасын келтіруге жиналса, тіпті олар бір-біріне көмекші болады, келтіре де алмайды деп айт. Исра сүресі. Я болмаса олар Құранды өзі жасап алды дей ме? Жоқ, олар иман келтірмейді. Ендеше, егер шыншыл болса, сөздерінде тұрса, Құран сияқты бір сөз келтірсін. Тур сүресі. Әрине, Аллахтың айтқан бұл сөзіне арабтар түгіл күллі әлем жамылса да, Құран аяттарына тең келер ешбір туынды жасай алмасы айдан анық еді. Арабтар бұл мәселеде шарасыздық танытқан соң, Аллах тағала оларға ең болмаса Құранға ұқсас 10 сүре, оған күштері жетпесе тіпті болмағанда бір сүре құрастырыңдар, құдіреттеріңді көрейін деп талап қояды. Немесе олар Құранды өзі жасады дей ме? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям оларға, егер айтқандарың шын болса, Аллахтың өзге көмекке шақыра алатындарыңды шақырыңдар да, ол сияқты жасама 10 сүре келтіріңдер деп айт. Худ сүресі. Егер құлдарымызға түсіргенімізден күдіктенсеңдер, онда сендер де соған ұқсас бір сүре келтіріңдер. Аллахтан өзге көмекшілеріңді де шақырыңдар, егер сөздерің рас болса. Егер оны істемесеңдер, әзір келтірмесеңдер, келешекте сірә істей алмайсыңдар. Ендеше, отыны адамдар, тастардан болып кәпірлер үшін әзірленген оттан қорқыңдар. Бақара сүресі. Құран адамзат тарихында өзінің мұғжизалығымен таңдаушысы баурап алатын бірден бір баға жетпес кітап. Сөзі мен мағынасының байлығы оның тек қана жаратушан екендігін толықтай айғақтайды. Мысалы, Мекке мүшриктері Хазіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалям өлтірмек болып шешім қабылдағанда, Хазіреті Омар Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалям, мен ақ өлтіремін, елдің бірлігі үшін ешқандай ақы да алмаймын дейді.
Бірақ жаны жайсаң Омар Таха сүресін оқығанда оның адам сөзі болуы мүмкін емес екендігін еріксіз мойындап бірден иман келтіреді. Мүшриктердің көсемі Әбу Суфиян, Әбу Жахил және Ахнес Құранның шексіз кереметіне өздерін қалайша алдандырып қойғанын білместен түн жарымда бір-бірінен жасырынып келіп пайғамбарымыздың Құран оқыған әуенін 3 күн қатарынан тыңдаған еді. Олар пайғамбарымызға қарсы шығудың көсемдері болатын. Сөйте тұра, олар неліктен Құран тыңдаған сәтте өздерін ұстай алмады. Тағы бір мүшриктердің беделді кісілерінің бірі Утба ибн Рабиға Хазіреті пайғамбарымызға келіп: "Не қаласаң берейік, бай болғың келсе дүние берейік, әмірші болғың келсе Мекке әкімі нетейік, қаласаң Меккенің ең сұлу деген қызын некелейік, тілегіңді түгел орындайық, тек райыңнан қайтсаң болғаны" дейді. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз жауап ретінде Фуссилат сүресін оқып береді. Утба Құранның соншалықты керемет мағыналы сөздерінен кейін үн-түнсіз басы салбырап, өзін күтіп отырған достарына барып: "Не айтарымды білмеймін, өмірімде естімеген теңдесі жоқ сөз естідім. Өлең де емес, сиқыр да емес, патшалық та емес, мен білетін ешбір нәрсеге ұқсамайды. Ей Құрайш тайпасы, мені тыңдаңдар, оны еркіне жіберіңдер. Естігендерім адам сөзіне ұқсамайды. Олар өз дегенде табысқа жете алмаса, арабтар оны жөнге салар, біз де құтыламыз. Ал егер ол табысқа жетіп жатса, ол жеңіс сіздің де жеңісіңіз болмақ" дейді. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар оқу жазу білмейтін елші бола тұра, Аллахтан келген уахиды адамдарға үйретумен, Құранның хақтығымен әлемге паш етті. Жай паш етіп қана қойған жоқ, жұртшылықтың оның тұңғиық сырларынан нұсқады. Асылында Құран кәрім көптеген ғылыми мәселелерді бұдан 14 ғасыр бұрын айтып кетті. Ғылым мен техника дамыған бүгінгі күнде ашылып жатқан жаңалықтардың Құран кәрімге тікелей қатысты екенін әлем ғалымдарының бірінен соң бірі мойындауда. Сондықтан ғылым дамыған сайын Құранның да жасара түсуде. Бұл да болса қасиетті Құран кәріміміздің Аллах тағала тарапынан түскендігінің басты айғағы. Құранның жазылуы бүкіл адамзатқа Аллах тағаланың ұлық аманаты һәм баға жетпес сыйы болып табылатын Құран кәрім ислам дінінің бірінші және бірегей кітабы. Аспан әлемдері мен жер бетіндегі адамзаттың асылындағы дәнекері. Жоғарыда Құран 23 жыл ішінде түрлі оқиғалар, сұрақтар және қажеттіліктерге сәйкес түсіп отырды дедік. Хазіреті пайғамбарымыз дүниеден қайтқанға дейін Құран аяттары түсіп отырғандықтан оның бір кітап болып жинақталу мүмкіндігі болмады. Себебі сүренің аяқталғанын немесе аяқталмағандығын пайғамбарымыздың өзі де білмеді. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаладан келген уахиді өзінің уахи жазушыларына айтып, бірден қаламға айналдыратын, түскен аяттардың қай сүреге тиесілі екендігін де айтып беретін. Дегенмен Құранның Хазіреті пайғамбарымыздың кезінде кітапқа жиналмауының өзіндік себебі бар. Хазіреті пайғамбарымыздың уахи хатшыларының қатарынан Хазіреті Зайд ибн Сабит, Муаз ибн Жабал, Убей ибн Қағб, Әбу Зайд, Абду Дарда, Абдуллах ибн Масхуд, Әли ибн Әбу Талиб және Хазіреті Осман секілді сахабаларды ерекше атап өтуге болады. Хазіреті пайғамбарымызға әр жылы Рамазан айында Жәбірейіл келіп, сол уақытқа дейін Құранның түскендерін бастан аяқ қайталап хатым еттіретін. Ал сахабалар болса жаңа түскен аяттарды яки толықтай сүрелерді тез жазып, әрі сол ізін суытпай жаттап алатын. Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен соң кейбір сахабалар Құранды кітап ретінде топтастыру қажеттігін сезініп, өз беттерінше аяттарды жинауға көшеді. Мысалы, бұл тұрғанда Хазіреті Абдуллах ибн Масхуд, Убей ибн Қағб, Хазіреті Әлидің жинақтаған нұсқаларын айтуға болады. Алайда бұл нұсқалар қазіргі Құран кітабының реттілігімен құрылмаған болатын. Хазіреті Әбу Бәкір 632 жылы халифа болған кезінде кейбір араб тайпалары халифа бағынбау әрекеттеріне көшеді. Мұнымен қоса, дәл сол кезде 4 бірде жалған пайғамбарлар шығып, олармен кішігірім соғыстар жүрді. Осы соғыстардың ішінде ең ауыр шайқас жалған пайғамбар Мусайлиматул Каззабпен болған Ямама шайқасы еді. Міне осы шайқаста 70 қари шахид болғандықтан шайқастан кейін Хазіреті Омарды Құран мәселесі қатты мазалайды. Өйткені бір шайқаста 70 қари шахид болған.
Мұнан соң да қаншама қақтығыстар болуы әбден мүмкін еді. Ал солардың әрбіріне қарилар осылай шахид бола берсе, Құранның келешек халі қалай болмақ? Бұл жерде ашығын айту керек. Құранның да алдыңғы үмметтердің кітаптары секілді бұзылу мен ұмытылуға жетелер белгілі бір дәрежеде қауіп болды. Хазіреті Омар бұл мәселені Хазіреті Әбу Бәкірге жеткізеді. Бірақ Хазіреті Әбу Бәкір Хазіреті пайғамбардың өзінің мұндай іске бармағандығын айтып, Құранды жинақтау ісіне бірден келісе қоймайды. Хазіреті Омар болса, бұл істің жақсылықтан басқа әкелер пайдасының болмайтындығына ант ішіп түсіндіреді де Әбу Бәкірді бұл іске көндіреді. Осы келіссөздердің нәтижесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уахиб хатшысы ақылды алғыр қари Зәйд ибн Сәбитке Құранды жинақтау жұмысы тапсырылады. Зәйд ибн Сәбит бастаған алқа мүшелері Құранды жинақтауға көшеді. Сол кезде Құран аяттары негізінен құрма жабырақтарына, тастарға, маталарға, сүйектерге жазылған еді. Хазіреті Зәйд ибн Сәбит Құран аяттарын жинақтауда сахабаларға мынадай шарт қояды. Бірінші, Құран аяттары тек жаттап алған, яғни ауызша үлгіде ғана емес, сонымен бірге жазбаша парақтардан да қоса алып келу және салыстыру. Екінші, уахиден жазып алынған парақшаларды дәл Хазіреті пайғамбарымыздың құзырында жазып алғанын көрген екі куәгер болуы тиіс. Басқалай жағдайда аяттардың ол түрлері қабылданбайды. Осындай қатаң талаптармен жиналған Құран аяттары бір кітап күйіне келтіріп халифа Хазіреті Әбу Бәкірдің өзіне тапсырылады. Бұл жинақтау жұмысы Хазіреті пайғамбарымыз дүниеден озғаннан кейін араға 6 ай салып барып іске асқан болатын. Хазіреті Әбу Бәкір қайтыс болмай тұрып, қолындағы алғашқы Құранды Хазіреті Омарға тапсырады. Хазіреті Омар көзі тірісінде өзінен кейінгі халифаны көре алмағандықтан өз қызы әрі пайғамбарымыздың жұбайы Хазіреті Хапса анамызға тапсырып кетеді. Хазіреті Омардан кейін халифа болып Хазіреті Осман тағайындалғаны мәлім. Хазіреті Османның халифалық кезеңде ислам діні кеңінен қанат жайып, көптеген елді мекендер мен тұтастай бір аймақтар ислам дінін қабылдап жатты. Асылында Құран 7 қарағатпен түскендіктен қари сахабалар жаңадан мұсылман болғандарға Құранды түрлі қарағатпен үйретіп жатты. Нәтижесінде сахабалардың әр аймақта қоныстанғандығының себебінен жер-жерде үйретіліп оқылып жатқан Құран аяттарының қырағаттары да әр түрлі болды. Тіпті әр мұсылман тек өзінің үйренген әдісін ғана дұрыс деп, өзге әдісті қате деп санауға көшті. Хазіреті Осман тұсында Әзербайжан мен Арменияны алу мақсатындағы жорықта осындай түсінбеушілік туды. Ирактан келген сарбаздар мен Сириядан келген сарбаздар арасында Құранды дұрыс оқу мәселесіне байланысты үлкен шиі шықты. Бұл жасақтық көшқол басшы Хазіреті Хузайфа ибн әл-Яман мәселені одан әрі өршітіп алмауы көзден халифаға: «Әй мүміндердің әміршісі, бұл үммет яһудилер мен христиандардың өз кітаптарына қатысты талас шығарғаны іспетті. Бұларда аят қырағаттары үшін қырғысып кетпей тұрғанда мәселені бір жақты етіңіз» дейді. Бұл Хазіреті Османның халифалығының екінші, хижраның 25 жылы болатын. Хазіреті Осман Хазіреті Хапса анамызға хабар жолдап, қолындағы Құранды сұратады. Анамызға Құранды бірнеше нұсқа етіп көбейткен соң түп нұсқасын қайтарып беретіндігін де айтып білдіреді. Онан соң Хазіреті Осман Құранды көбейту ісімен оны бір ғана қырағатпен, яғни Құрайш диалектісімен ғана жазуды бір сахабаға тапсырады. Олар Зейд ибн Сәбит, Абдуллах ибн Зубайр, Сайд ибн Ас және Абдурахман ибн Харис ибн Хашам атты сахабалар еді. Алқа төрағасы етіп Зайд ибн Сәбитті сайлайды. Оларға Құран Құрайш диалектісімен түскендіктен Құрайш тілімен ғана жазылып, көбейтілу керек екені шегелеп тапсырылады. Хазіреті Осман 3 құрайштық сахабаға: егер де сіздер Құранмен байланысты бір мәселеде Зәйдпен келісе алмай қалсаңыздар, оны Құрайш тілінде жазыңыздар. Өйткені Құран Құрайш тілімен түскен деді. Құрылған алқа мүшелері қажетті нұсқаларды жазып біткен соң, Хазіреті Осман өзге Құран аяттары жазылған нұсқаларды, парақшаларды бір жола жағып жіберу қажет деп әмір етеді. Әрине, бұл шешім кейінірек тууы әбден ықтимал негізсіз мәселелердің алдын алу мақсатындағы сақтық әрекеті еді. Көбейтілген Құран нұсқасы Куфа, Басра, Шам, Мекке, Мәдина қалаларына жіберіледі. Келесі бір риуаятта Йемен мен Бахрейн қалаларына да бір-бір нұсқадан жіберілген деседі. Түп нұсқаның өзі әдепкі уәде бойынша Хазіреті Хапса анамызға қайтарылып беріледі. Хазіреті Хапса қайтыс болғаннан кейін сол кездегі Мәдина әкімі Маруан ибн Хакам бұл түпнұсқа Құранды Хапсаның інісі Абдуллах ибн Омардан сұратады. Ол кісі сұраушының сөзін екі етпестен Құранды дереу
Мәруанға бергізеді. Ал Мәруан болса, ол Құранды жақтырып жібереді. Міне, Құранның жазылу ерекшелігіне қатысты біз білетін қысқаша тарихты осылай болып келеді. Бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінде оқылып қолданылып жүрген Құран Хазіреті Османның жинақтап жаздырған Құраны, сондай-ақ сүрелердің орналасуы да сол кездегі тәртіппен жазылған. Құран кәрімнің өзге илахи кітаптардан айырмашылығы: жер бетіне жіберілген пайғамбарымыздың соңғысы, екі дүниенің шам шырағына айналған Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям Аллах тағала соңғы илахи кітап Құранды түсірді. Сол себепті де Құранның алдыңғы илахи кітаптарға қарағанда бірқатар ерекшеліктері бар. Бірінші, Құран Хазіреті пайғамбарымызға алдыңғы илахи кітап секілді бірден толық бір кітап ретінде түспеген. Керісінше, 23 жыл ішінде түрлі оқиғалар мен сұрақтарға жауап ретінде және қажеттіліктеріне байланысты аят-аят болып, яки сүре ретінде түсті. Бұл оның дер кезінде жатталуына себеп болды, ал өзге кітаптар бірден кітап ретінде түскен болатын. Екінші, Құран ең соңғы илахи кітап. Құраннан кейін қияметке дейін басқа кітап түспейді. Алдыңғы кітаптар тек өз заманы мен сол ғасырдың қажеттілігіне жауап берсе, Құранның үкімдері қияметке дейін күшін жоймайды. Үшінші, Құран бізге дейін ешбір өзгеріске түспей жеткен қасиетті кітап және қияметке дейін өзгеріске ұшырамайды. Себебі Аллах өзге илахи кітаптарға бермеген кепілдікті Құранға берген. Әлбетте, Құранды біз түсірдік, қорғаушысы да әрине бізбіз. Хижр сүресі. Төртінші, Құран Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям ең үлкен әрі мәңгілік мұғжизасы. Сөздері мен мағынасы да өз алдына теңдессіз мұғжиза. Бесінші, Құранның және де бір басты ерекшелігі ол әрбір заманның талабына жауап бере отырып, онымен бірге ғылым дамыған сайын жасара түсетіні. 14 ғасыр бұрынғы Құран аяттарын адам баласы еш уақытта жоққа шығара алмайды және бұл шындық бүгінгі күнге дейін дәлелденіп келеді. Сондай-ақ Құран бізге ғылымның көптеген салаларын хабар беруде, ал Құранның бұрынғы илахи кітаптарды ашып қарасаңыз, ешбір жерінде медицина мен астрономия мен тағы басқа ғылым саласымен байланысты айтқан жаңалықтары яки кеңестерді табу мүмкін емес. Жаратушының соңғы хақ кітабы Құрандағы ақиқаттар болса, рет-ретімен адамзат игілігі үшін толассыз ашыла бермек. Құранның шын екендігі айқындалғанға дейін әлемдегі және өздеріндегі белгілермен жедел көрсетеміз. Расында, Раббыңның әр нәрсеге куә екендігі саған жеткілікті емес пе? Фасилат сүресі. Қасиетті кітаптар арасындағы мүмін кісінің міндеті. Қазіргі кезде елімізге түрлі дін өкілдері келіп, өз діндерін уағыздап, кітаптарын тегін таратып жатыр. Әсіресе келі кітап, Інжіл шариф сынды кітаптар көптеп таралуда. Осындай жағдайға мұсылман кісі не істеуі қажет деген сауал туады. Себебі Інжіл, Таурат, Забур Аллахтан түскен илахи кітаптар. Бұл кітаптарды түбегейлі дұрыс емес деп айта алмаймыз. Ендеше дұрыс жолды ұстануға әрекет, амал жасап, ол кітаптардың мазмұнына талдау жүргізіп, ой елегінен өткізейік. Бірінші, Құран мен хадисте ашық түрде айтылған қандай да бір мәселе ол кітаптарда айтылса дұрыс деп есептейміз. Мысалы, Аллахтың бірлігі, жәннат тозақтың болатындығы, Хазіреті адамның топырақтан жаратылуы, Хазірет Иса, Хазіреті Мұсаның пайғамбарлар екендігі секілді мәселелерді растаймыз. Бірақ біз ол кітаптарда айтылған жолмен емес, Құранның, Хазіреті пайғамбарымыздың нұсқасымен жолмен жүреміз. Екінші, Құран мен хадисте ашық түрде тыйым салынған мәселелерге қайшы келетін мәліметтерін жоққа шығарып әсте қабыл етпейміз. Мысалы, үштік сенім, Хазіреті Иса, Хазіреті Узейр Аллахтың ұлы, періштелер Аллахтың қыздары, Лұқ өзінің қыздарымен зина жасады деген секілді жайттарға ислами сенім тұрғысынан алғанда тіпті күпірлік болып табылады. Үшінші, егер аят пен хадистерінде айтылмағаны мен ислами сенім, ғибадат және ақлақтық негіздеріне қайшы келмесе, ондай жағдайда бірден төрелігін айтуға тырыспай, абзалын бір Аллах тағала біледі деген дұрыс. Мәселен, Хазіреті адам жәннатта қандай жеміс жегендігі, пайғамбарлықтың қанша жыл өмір сүргендігі, жәннат яки тозақ жайында айтылған сипаттамалар осыларға жатады. Егер мұндай мәліметті растасақ, шындығында ондай мәліметтер түпнұсқада болмаған болса, жалғаншы боламыз. Жоққа шығарсақ, егер ол мәлімет нұсқалары да бар болса, бар нәрсені жоқ деуіміз күнәһар боламыз. Сол үшін мына хадисте ескертілгендей, бұл мәселелерде ортақ жолды ұстанған абзал. Әхли кітап сендерге қандай да бір нәрсе жеткізетін болса, оларды растамаңыздар да, жалғанға шығармаңыздар да. Бұхари шахадат.